Ё-моё. Мынау қазір ажырайтын болса, тоқтата алмаймыз мынаны. Центрге тұрып алу керек бізге. Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеоны үйлеріңізге қайталамаңыздар. Ал достар, ендеше бастайық. Алдымен бізге шурпайорттан бөлініп алынған мотор керек болады. Әрине бұл моторда орнатылып тұрған қанат өзіңдік емес. Яғни менің ескі дроным бар еді, соны кигізіп қойған болатынмын. Достар, біз ұшақ жасағанда ең маңызды заттар осылар. Шурпайорттың аккумуляторы және оған жалғайтын переходник және де дөңгелектер ойыншықтан алынған. Біз ең алдымен ұшақтың техникалық бөліктерін жасап алуымыз керек. Ол үшін бізге паяльник керек болады. Яғни паяльник арқылы моторымызға және аккумуляторымызға тоқтарды жабыстырамыз. Сол кезде бізде мотор жақсы айналатын болады. Екінші кезекте бізде переходник кішкене жалпақтау болып шықты. Сондықтан да біз екіге бөліп, оны керісінше орнатқанда дәл орнына аласты. Енді мен ойланып, моторымыздың қанатын өзгерттім. Яғни 2 беттік емес, 3 беттік қойдым. 3 беттік ол тіптен мықты айналады. Яғни тартатын күші өте керемет болады. Ол 3 беттік қанаттың түбі кішкене үлкендеу болды. Сондықтан да мотордың басына изолента орап және суперклеймен қатырып жібереміз. Сосын бізге дәл осындай выключатель керек болады. Яғни самолетымызды қосып өшіретін. Және де мен осы техникаларын бәрін бір-біріне біріктірдім. Енді мотордың күшін тексеріп көретін боламыз. Өте қызықты болып тұр достар. Достар, егер де өз үйлеріңізде дәл осылай қайталап көрсеңіздер, кішкене абайлаңыздар. Себебі мотордың күші өте мықты. Тіпті қанат ұшып кетуі мүмкін. Өзім таң қалып қалдым. Моторды қосқан кезде қолды кәдімгідей тартып кетеді. Мен оны заттарды қойып тексеріп көрдім. Оларды беймарал ұшырып жіберіп жатыр. Достар, бұл видеоны түсіру оңай болмады. Қаншалықты қиын болса, соншалықты қызықты болды. Сондықтан да достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийді аямаңыздар. Маған сіздердің мотивацияларыңыз керек. Енді техникалық бөлігін жасап біткен соң біз ұшақтың қаңқасын жасаймыз. Оған мен үлкен пенопласт алдым. Және сонымен қанатын бәрін өлшеп, кесіп, наждакпен тегістедім. Осымен жарты сағат өтті, пенопластпен жұмыс жасап жатқаныма дайын болған нәтиже мынандай. Әлі нәтиже деп айта алмаймыз, себебі мен текстеп бітпедім. Нәтижені болған соң көретін боламыз. Қазірше біраз жұмыс бар. Достар, ескере кететін жайт, мен бұл ұшақты өлшеп жасап жатқан жоқпын. Себебі шурпайорттың моторы және де оның батарейкасы ауыр болады. Яғни ұшақты көтере алмайды деп ойлаймын. Бірақ бұл видео эксперимент ретінде, соңында не болатынын білмейміз. Сондықтан да бәрі алда. Біз мотор техникаларымызды орнатып болған соң дөңгелекке өтеміз. Яғни ұшағымыздың дөңгелегін жасау керек. Бұл бізде өте маңызды рөл атқарады. Дөңгелегіміз оңай айналу керек. Бірақ біз дөңгелекті орнатқан кезде арасына тіреуіштер орнатуымыз керек. Себебі бұл жерде салмақтың барлығы дөңгелекке түсетін болады. Мотор техника және қаңқасын жасап біткен соң біз барлығын біріктіреміз. Яғни қанаттарды ыстық желмен және де моторларды самолеттің үстіңгі бөлігіне әр орынға орнатамыз. Мен ұшақтың қаңқасын кішкене қате жасап қойыппын. Яғни моторымыз ұшақтың ұшына тиіп қалып жатыр. Сондықтан да кесіп тастадым.
Міне достар, болып қалдық десек те болады, бірақ бізде ең соңғы нәрсе қалды, яғни ұшақтың артыңғы дөңгелегі. Оны да біз оңай айналатын қылып жасауымыз керек. Оған да әртүрлі заттарды қолдандық. Міне достар, жасап біттік. Ең бастысы, ұшағымыздың моторы мықты және де жеңіл жүреді. Ал достар, енді ұшағымызды тексеретін боламыз. Өте қызықты болмақ. Әрі қарай қараңыздар. Ал достар, енді біртүрлі ұшағымызды ұшырып тексереміз. Бұны ұшып кетеді деп айта алмаймыз, себебі есепсіз жасалған. Бірақ сонда да тексеріп көретін боламыз. Кеттік. Бізге ұшағымызды жіберіп алмау үшін осындай джип керек, сосын мынау секілді резина керек. Оны мына ұшаққа орнатамыз. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Және де комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ал біз ұшақты тексерейік. Кеттік. Yo. Не oldu lan balonla? Негізі әдем жылдамдықпен келіп отыр еді. Енді жөндейміз, содан кейін тағы бір попыткалар көрейік. Достар, самолетіміз түзден ұшырғанда ұшпады, яғни сәтсіз аяқталды. Енді біз бұны бір шеңбердің ішін айналдыра ұшырып көреміз. Жіп арқылы ұстап тұрады, дәл қазір көретін боласыздар. Ал оған дейін мен ұшағымды жөндейін. Кеттік. Так, достар, міне. Жасап біттім. Бұл жерде өзгерісті байқап тұрсыздар. Яғни аккумуляторды алып тастадым және қанатқа мынандай ауаға көтеретін нелер қанаттар орнаттым. Орнатқанда осылай майыстырдым және дөңгелектерін үлкейттім. Ал бұл қандай қуатпен істейді десеңіздер, мына тоқ арқылы центрге барады. Осы центрде осы ауыр затқа мына жерде тоқ осылай тұратын болады, ал ұшақ айналып ұшу керек. Ал мына біздің жібіміз, бұл тоқ, яғни аккумулятор осы жерде. Ал кеттік. Достар. Ё-моё. Мынау қазір ажырайтын болса. Ё-моё. Тоқтата алмаймыз мынаны.
Мә! Қорқыныштан жағындағы. Ё-моё! Центрге тұрып алу керек бізге. Центрге тұрып алу керек бізге. Болды. Міне достар, видеоны аяқтадық. Егер де сіздерге экспериментіміз ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып және комментариймен қолдап кетіңіздер. Маған сіздерден тек мотивация керек болады. Ал менімен бірге келесі қызықты видеода кездескенше сау болыңыздар достар.